Айказға көп рахмет. Соның арқасында мен Алматыға барып келдім. Алматыдан қызықты жерлерге барып қыдырып келдім. Бас жүлде алғаныма қуаныштымын. Бас жүлде берғанына мың алғыс, ата-ана және апайыма көп рахмет айтамын. Сәлеметсіз бе? Өте жақсы, керемет. Мен Балғынбаева Айгерім Мейрамбекқызы, Арқалық қаласында хореограф. Сенімізді ақтадыңыз, қадағаңызға Әрине, шәкірттерім өте керемет, сенімімді ақтады, 100%-ға толқулар болды басында. Бірақ дегенмен балалардың сондай бір керемет дайындығымен, ата-аналардың қолдауымен, балалардың эмоцияларымен барлығы керемет деңгейге өтіп. жалпы би саласында шәкірт дайындап жүргенде қанша жыл болды? Шәкірт дайындап жүргеніме осымен 13 жыл болды. Айказ би өнер академиясының неше жыл болды және де қандай үйірмелері бар? Айказ би академиясында, өнер білім академиясында осымен 3-ші жыл балалар дайындап жатқанымызға өте керемет. Бізге де үкіметтің бізге берген қолдауы, балалардың тегін үйірмеге қатысып, осындай жетістіктерге жете алатындай мүмкіндік сыйлап отырғанына көп рахмет айтамын. Және академиямыздың директоры Қазет Болатұлына алғысым жеткіземін. Шәкірттеріңізге мотивация үшін айтар бір-екі алғыс сөйлеп айтыңыз. Мотивациялық сөздерді, балаларды қамшылайтын сөздерді біз әрқашанда айтамыз. Дайындықта да айтамын. Қандай жер болса да балаларға айтып жүремін. Әрине, қамшылайтын сөздер өте көп. Ол әр баланың психологиясы әртүрлі, әр балаға әртүрлі подход керек. Барлығына бірдей айта салмайсың. Жеке-жеке айтатын кездерде болады алдық балаларды. Басқаша сөйлесу керек болса. Енді қамшылайтын сөздер өте көп. Ең бірінші мен осы сайысқа алып барғанда бұларға айттым. Арқалықтың қаламыздың намысын қорғауымыз керек. Арқалық қаламыздың атағын жақсы деңгейде шығаруымыз керек. Әр қалаға барған кезде арқалықтың балалары, шәкірттері, бишілері өте керемет деңгейде